Айсана мен Ахмет бүгінгідей көп балалы отбасының қатарында. Айсана мектеп қабырғасында еден жуушы. Үлкен ұлы Досбол мектеп бітіріп, үздіктер қатарына ілігіп, қызыл диплом алды. Жас тайынан қиыншылықты көріп өскен Досбол арттағы бауырларына өте қамқор. Әкесі қарапайым малшы болса да, бала тәрбиесіне өте пысық. 5 баласы бар Ахмет балаларының бар жағдайын жақсартуға тырысып-ақ жүр. Бірақ қысқа жіп көрмеуге келмес деп, Айсана екеуінің тапқан таянғаны балаларының тамақ пен киімінен ақ артылмайды. Таңнан қара кешке дейін еден жуып алатын Айсананың айлығы жарық пен отынға кетіп, одан қалғаны нан пұлға зорға жетіп, айлыққа дейін амалдайды. Досболдан кейінгі інісі биыл 9-шы сыныпқа аяқ басты. Одан кейінгі 3 қыздың екеуі бастауыш сыныпта. Кенжелері Толғанай ата-әже қолында, небәрі 2 жаста. Бала бақшаға ақшасы жетпеген соң, Айсана біраз уақытқа өз ата-анасына апарып тастаған. Ата-анасы да қарапайым, шаруа адамдары. Мектеп бітірген түлектердің көңілі алып ұшып, біразы қалаға оқуға кетті. Досбол оқуға түсе алмады. Әкесінің денсаулығы қиындап, мал баға алмай, аяқ астынан қатты сырқаттанып қалды. Дәрігерге көрініп, анализ талдауларын жасап, жолай біраз дәрі-дәрмек алып қайтты. Дәрігерлер бауырда ісік барын, қан қысымы жоғарылап кеткенін ескерді. Айсана жан ұшыра Ахметті уайымдап, не істерін білмеді. Жалақысын алып, таныстарынан қарызға ақша тауып, ақыры күйеуін ауруханаға жатқызды. Дәрігерлер жазып берген дәрілерін түгелдей алды. Жұмыстан соң Ахметтің ас суын әкеліп, жағдайын біліп тұрды. Досбол әкесінің жұмысын ары қарай жалғастырып мал бақты. Қалаға кетіп қалуға және болмайды. Шиеттей бауырлары мен анасын тастап кеткісі келмеді. Анасы қанша рет оқы балам, бір күнімізді көрерміз деген, бірақ Досбол айтқанынан қайтпады. Өзгенің балалары студент болып, өз баласы мал соңынан салпақтап жүргені әр күн Айсананың жүрегін ауыртып, жанын тебірентеді. Жас кезінде өз әкесі Айсананың оқуына қарсы болып, қол созған арманын қырқып тастады. Сол кездегі адамдардың ескі көзқарасы, әке қаталдығы жіпсіз байлап, үйге матап тастады. Содан шопанның баласы айттырып, Айсана Ахметке тұрмысқа шықты. Отасқандарына 19 жыл болған Ахмет пен Айсана жоқшылық тауқыметін көп көрді. Ахметтің әкесінен қалған қара шаңырақта құлауға шақ тұр. Қазіргі отбасының бар уайымы әкелерінің тез сауығып, орталарына оралуы еді. Әкесінің аз да болса беті бері қарап келе жатқанына Досбол қуанды. Айсананың да үміті жанып, тірлігіне құлшына кірісті. Қыздары да әкелерін қатты сағынып, үйге келуін асыға тосып жүр. Жаздың алып ыстығы даланы өртеп жіберердей жанып тұр. Кешқұрын Досбол ауыл малдарын айдап келе жатып, алдынан қарқылдап күлген ұлдар мен қыздарды кезіктірді. Бұлар 1-ші курсты аяқтап, демалысқа келген өз сыныбы мен көрші сыныптың ұл қыздары еді. Ұлдар қаланың стилімен киініп, қыздар мүлде құлпырып кетіпті. Малдарды ары айдап, аттан түсіп сәлем берген Досболдың сәлеміне бұлар немқұрайлы жауап беріп, күлкі қысып тұрғандай, қыздар жағы шиқ-шиқ қақала күлді. «О, жаңа автокөлігің құтты болсын, жұмысың да жаман емес сияқты ғой», деп Сәкен қарқылдай күлді. Автокөлік деп атты меңзеп тұрған ессіз тентекке жанындағылары одан сайын күлді. Тек Айнаш қана жыламсырай, «Қойсаңдаршы, сендерге не болған?» Досболды сонша кекетіп деп, көшеден шыға үйіне жүгіре жөнелді. Досбол өзінің дәрменсіздігіне іштей қынжыла үйге өте көңілсіз оралды. Бойына ас та батпай, анасының көңілі үшін 1-2 кесе шай ішіп, бөлмесіне кіріп кетті. Көз алдынан өзін келемеждеген сыныптастары кетпей қойды. Әсіресе Сәкен. Өзі байдың баласы болған соң, Досболды адам құрлы көрмейді. Ой үстінен бөлмесінен шығып, далаға тапшаға жайғасып жатты. Анасы төсегін салып қойыпты.
Аспанға қарап жымыңдап тұрған сансыз жұлдыздарға қарап, шіркін, Сәкен бұл өмірде мен сүрген өмірді бір күн сүріп, мен жүрген жолмен бір күн жүріп өтсе көрер едім. Күруге шамасы келгенін деп ызаға булықты. Әкесі жазылып шықса, бұл да бір күн өз армандарына жетеріне шын сенді. Әкелері тәуір болып отбасына оралды. 3 ай бойы аурухана төсегіне таңылып жатқан Ахметтің жүзі бозарып, еңсесі түсіп кеткен. Ірі денелі әкелері азып, біраз жүдеп, жүзінде қос сызықты әжімдер торлап алған. Дәрігерлер тек күтініп, ауыр жұмыс жасамауын өтінді. Бауырына күрделі ота жасалған соң, тамақты да жеңіл етіп, өз бабымен, өз уақытында ішіп тұруы керек. Айсана түнімен көз ілмей, Ахметтің ертеңгі ас суын, дәрілерін дайындап қояды. Түскі үзілісте үйіне соғып кетпейінше жаны жай таппайды. Досбол әкесіне еш тірлік жасатпауға тырысып, барлық ауыр тірліктерді өз мойнына алды. Ең бастысы әкем аман болсын деп малдан соң шаршаса да ештеңе білдірмейді. Қылышын суреттеп қыс та жақын қалды. Мал кезеген інісі Сұлтанға беріп, Досбол үй ішіндегі пешті соғып, отындарын даярлады. Малдың жем шөбін түсіріп алды. Тірлігін сәтті аяқтап алған соң, көп ұзамай қар да басып қыс келді. Қар қалың болған соң мал бағу да тоқтады. Досбол тығырыққа тірелді. Жұмыссыз отыруға және болмайды. Үйдің азық түлігі, әкесінің дәрілері, түнімен көз ілмей қандай шаруа жасап, ақша табуға болатынын ойлап басы қатты. Ақыры көршісі Сәкендердің малын жайғап, қорасын тазалап, аз да болса күнкөріс еңбек ақысын алып жүрді. Байлардың қорасының ішіне дейін жағдай жасалып, жарық шамдар орнатылғанына Досбол таң қалды. Тіпті иттеріне дейін тамақ таңдап, балғын ет пен шұжықтар жейді. Бұл көрініс Досболды қатты қынжылтты. Әкесіне дәріні зорға алып отырғанда, мұндағылар көп нәрсені кесір, ысырап қылады екен. Байдың талтаңдаған баласы мұны кейде арқасынан қағып, жұмысыңды жақсы атқар, қора тазалау да жылдамдық пен ептілікті талап етеді деп бір кекетіп қалатын. Досбол қос жұдырығын жұмсаған күйі қанша намыстанса да қысқы жұмысқа әкесі отбасы үшін шыдап берген. Қызметші апай Айнаштың шешесі еді. Сәкендердің үйін тазалап, ас суларын даярлайды. Жүрегі жұмсақ, мейірімді жан. Үйге қайтарында Досболға жейтін нәрселер беріп жібереді. Арасында Айнаш та келіп, анасына көмектеседі. Досболмен жақсы сырласады. Екеуінің ойы бір жерден шығады. 11 жыл бір мектепте оқыған екеуі оқуға өте зерек еді. Сәкенді көрсе Айнаштың да көңілі лезде түсіп кетеді. Көктем шыға салысымен Досбол қалаға жұмысқа кетті. Інісі де мектеп бітіруге таяу. Өзі оқымаса да інісін оқытуға тырысып, қара жұмыс болса да жұмыс жасаймын деп шешті. Үлкен қалаға келген мұны ешкім құшақ жайып қарсы алған жоқ. Таксиден түсіп, танысы берген мекен жайға барды. Бұл үлкен кірпіш өңдейтін зауыт екен. Жалақысы аз болса да қара жұмысқа орналасты. Қасындағы жолдасы екеуі кішкентай бір бөлмелі пәтер жалдап тұрды. Аз суын үнемдеп, аз да болса Досбол ақшасын жинай бастады. Бар ойы биыл қалайда інісін ел қатарлы оқуға түсіру еді. Әкесі 2-ші топ мүгедектік пен зейнетақыға шықты. Әзірге дәрісін сол ақшаға алып отыр. Зауыттағы жұмыс өте ауыр, кеш бата мысық құрып, пәтеріне зорға жеткен Досбол төсегіне жетер-жетпес құлайды. Кейде шаршап, кешкі асты да ішпей жата салады. Қасындағы бір жұмысшы ауруханаға түсіп, оның қосымша жұмысын Досбол өзіне алды. Бұл жолы ақшасы сәл болса да көбейгеніне жас жігіт қуанды. Жалақысын алып, кешкі асты досы екеуі дәмханадан ішті. Әрине, ол ең арзан дәмханалардың бірі еді. Тамақ үстінде Досбол кедейдің бір тойғаны, шала байығаны деп досына әзілдеп қойды. Бұл әзіл болса дағы ашы шындық еді. Жинаған ақшасының бір бөлігін анасына салып жіберді. Азық түлік пен дәріге тұңғыштарының жұмыс жасап, өздеріне көмектесіп жатқанына ата-анасы іштей қуанды.
Алладан ұлдарының жолының ашықтығын тілеп, күнде дұға етті. Дұғадан басқа не істей аламын мен, дос болыма деп, кейде Ахмет намыстанады. Кішкентай кездерінде де балаларының жоқшылық пен таршылық көріп, есейгенде жағдайлары жақсармағанына өзін жегідей жеді. Денсаулығы болса мынау, тіпті әйелін де аяп кетті. Отбасын асырау үшін жан таласып, біресе жұмысы, біресе үй тіршілігінде еш тыным таппайды. Осылардың мойнына масыл болдым-ау деп, өз ойымен өзі алысып, жанарын мұң торлайды. Зауытты үлкейткелі жұмыста көбейді. Күнде тапсырыс, Досбол тіпті осында түнеп жұмыс жасап жүр. Ауыр жұмыс болған соң жұмысшылар сан рет ауысып, сан рет кетіп қалады. Таңертеңнен бастап бұларға өте көп тапсырыс түсті. Кірпіштің көп бөлігін қала сыртындағы бір кәсіпкер сатып алыпты. Соны тиеп басу деген оңай шаруа болып тұрған жоқ. Зауыт басына кәсіпкер өзі келіп, кірпіштерді қабылдап алып жатыр. Түскі ас таяп, кірпіштің бір бөлігі жөнелтілді. Досбол жүрек жалғап, сәл демін алып, жұмысқа қайта кірісті. Бұл жігіттің еңбекқорлығын манадан бері кәсіпкер көзі алмай байқап тұрған болатын. Жанына келіп, расымен де мықты жігіт екенсің. Есімің кім болады деп Досболды әңгімеге тарта бастады. Таныстықтан соң кәсіпкер Досболға өз визиткасын ұсына бере, қосымша жұмыс керек болса кез келген уақытта хабарлас деп, соңғы кірпіштер тиелген машинаға жайғасты. Бұлар кеткен соң Досбол пәтеріне қайтты. Сәл болса да ерте кетіп, жуынып, пәтерін жинап, өзін ретке келтірді. Ерте келуінің және себебі жұмыстағы Ермек дейтін досының туған күні. Ермек барлық жұмысшыларды кешкісін үйіне қонаққа шақырды. Досбол таза киімдерін киіп, такси шақырып, туған күн иесінің үйіне де келіп қалды. Үйдегілері шағын кішкентай болғанымен тап-тұйнақтай таза. Төргі бөлмеде ұзыннан ұзақ жайылған дастархан. Барлық жігіттердің басы лезде жиналды. Көбі отбасылы екен, тек Досбол мен қасындағы жолдасы ғана бойдақ. Көңілді отырыс та басталып кетті. Ас пен қатар ішімдіктер ішіліп, отырыс одан сайын қыза түскен. Өмірі ішімдік ішіп көрмеген Досболды қасындағы жолдастары қинай түсті. Жігіт ішімдік ұнатпайтынын және де мүлде ішпегенін айтқан сайын бәрі мұны мазақ еткендей күле түсті. Қанша өзін сабыр сақтап ұстап отырса да, ішімдікке тойып алғандар мұның намысына тиюін қоймады. Сөйтіп Досбол өзіне қарама қарсы отырған жігіттің сазайын беріп, ашуланып сыртқа шығып кетті. Әдемі отырыстың шырқын ішімдік құртты.